Театр тарланы сахна саңлағы алып тұлға. Іле ауданында Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан Республикасының мәдениет және өнер қайраткері Тұңғышбай Жаманқұловтың шығармашылық кеші өтті. Өнер адамының сахнадағы сан қырлы болмысы мен өмір жолы көрсетілген қойылымдар көрерменге рухани ерекше әсер сыйлады. Тағылымды мол кешке тілшімізде барып қайтты. Жігітке жеті өнердас Тұңғышбай Жаманқұлов Мұхтар Әуезов атындағы академиялық театр сахнасында ойнаған әйгілі рөлдерімен қоса Ай мен Айша Томирис сынды спектакльдердің режиссері болған. Әрі кино өнерінде Сардар, Абай сынды сансыз фильмдерге түскен сан қырлы өнер иесі. Ал әншілікте айтулы өнерпаздың тағы бір қыры. Жасы 80-ге таяса да сахнадан алыстамаған театр тарланы өнер адамының басты парызы көрерменді қуантумен қатар толғандыру деп біледі. Өнер енді халықтан ажыраса жетім болады. Халықтың арасында жүріп, олардың жаңағы көңілін байқап дегендей, жүрек қағысын сезіп дегендей. Өнер адамы біз егіз болғандықтан елден, ауылдан ажырамауымыз керек деп ойлаймын. Өнерімнің негізі сондай, кездесу кеш. Әңгіме дүкен, өнер жайында, өмір жайында, қазіргі жағдай жайында. Сонан соң арасын әнменен әдіптеп, жиналған халықтың көңілін көтеріп дегенде ойландырып, толғандырып, үйлеріне сол ойлы күйде қайтарсам деген ойым бар. Ұзақ жылдар бойы шығармашылығын тек экран мен театр сахнасынан тамашалап келген әйгілі актерді іле жұрты құшақ жайып қарсы алды. Айтқан әрбір тағылымды әңгімесін бас изеп құптап, орындаған әндерін қосыла шырқады. Шалмақтан жаны қалмай жатса да, ешкім бізге шын түсінген жоқ бірақ. Шын көңілімізбен беріліп қарап отырмын. Әні де жақсы, о кісінің өзі де. Енді мен әртіс емеспін, бірақ әртістердің бәрін жақсы көремін. Керемет, ризамын, жүз жасасын. Тұңғышбай атамызды бұрын енді телевизорден, сахнадан көруші едік. Бүгін жанынан көріп, қандай дауысы қандай керемет, өзі қандай керемет. Мерде кісілерге көңіл күй сыйлап отыр. Бәріміз қуанып отырмыз. Бала шағамда қуанып, 80-дегі сол кісімен қатарлас әжемізді алып келіп отырмыз. Сол кісі де күліп, риза болып отыр. Өнер адам атты рухани іс-шараның өтуіне аудан әкімдігі мұрындық болған. Зал толы көрермен айтулы кешті тегін тамашалап, көтеріңкі көңіл күймен тарасты. Құрманжан Қасымжанұлы, Дәурен Қажыбаев, Қонаев медиа.